14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар қымбатты телегөрермендер, эфирде бақыт мекені. Ал бүгін бізде студияда қонақта ардагер теміржолшы Түгел Жайылханов ағамыз отбасымен. Түгел аға, студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы бақыт деген әркім әрқалай түсінеді ғой. Ал енді бақыт мекені дегенде бірден ойымызға отбасы, ошаққа оралады, е? Жалпы сіздің де бақыт мекеніңіз отбасыңыз шығар. Өзіңіз жайлы көрермендерге азды кем таныстырып өтсеңіз. Мен 1951 жылы Түркмен ССР Ташауыз облысы Мақсым Горький районында дүниеге келгенмен 20 март 51 жылы. Сол шаруа қожалығында әкем мейрап болып жасаған сол жерде колхозда. Сосын сол жерден өсіп 8 жылдық мектепке түстім. Мен сол 58 жылы 1 классқа бардым. Мен 1 жасқа келгенде әкем қайтыс болған. Содан шешем осында 3 бала болып қалдық, бағып. Осында күйге жетіп келе жатырған. Содан 8 жылдық қазақша мектеп болып, номер 25 деген соны оқып бітірдім. Одан соң 10 километр жердегі Түркмен 9-10 классын бітірдім. 68 жылы, 66 жылы түсіп. 10 километрге қатынап, жаяу барып, жаяу келіп жүрдік. Ол уақытта енді техника жоқ, жоқ. Ең көліктің несі велосипед табылса да жаңа шығып отырған уақыт еді. Сонымен мен жетім болып өскесін, ауылда не болып өскесін, ағайынның малын бақтым 8 классқа дейін. Жасыратым жоқ, өзім 1-2 сиырым болды. Техникумға түстім, училищеге түсіп, трактор машинист деген не алдым, 10 класс бітіргесін. Одан соң армия қатарында болдым, 72 жылы Среднозерская Қожелі қаласында теміржолға оқуға түстім. Теміржолшы болып. Содан 5 жыл жасап, осындай Маңғыстауға қарай 77 жылы келіп, 77 жылы ауысып, переводпенен Қазақстан железі дорогасына, Орта Азия железі теміржол еді. Сол жерде теміржол 5 жыл жасап, осында келіп, 70 жыл жаңа өзенге келіп, Атырау бөлімшесіне қарайтын. Содан бері осы теміржол саласында 42 жыл жұмыс жасадым. 75 жыл түсіп, 78 жыл Ашхабад железі техникумын бітірдім. 82 жылы 70 істеп, осы Ералыға начальник станция қылып өзгертті. Ол кезде көп оқи бермейтін еді ғой адамдар, бірақ біраз оқысыз ғой. Біраз оқығанда енді заочный оқып жатырмын, бәрін анандай ол уақытта күш керек. Жаңағыда айтып отырмын ғой, қандай семьяда өскенде не алғанымды. Содан жаңағы 5 жыл оқып шығып, теміржолын бітіріп, начальник станция болып 7 жыл Қорықта жұмыс жасадым, қалғанында өзенде жасадым. Соңғы 3 жылымда 12 жылдан 14 жылға дейін зейнетке шыққанша болашақ деген грант станцияда жасадым. Соның осындай күйге жетіп, әкеміздің, шешеміздің көрмегендерін көріп, осында келіп, үйлі болып, баранды болып, жолдасымды сояқтан алып келген едім. Сонымен осында келіп, балдарым осында өсті, өнді, 9 бала шағалы болдық, Құдайдың берген. Соның 2-і арғы неге кетті, қалғаны міне осында бар балдарым. Әйтеуір, мына жолдасымның арқасында осы балдарды өсіріп, өніп, мен оның қасына барған жоқпын, көбіне командировкада болдым, ар жағы Атырау, бір жағы өзенге дейін командировкада есі жерлерде жүретін едік. Күні-түні 1 айға командировкаға кетесің, 10-шы разряд, 5-ші разряд. Саятөс, ол уақытта жаңадан ашылған уақыттар көп. Көбінісі түздің адамы. Иә, түздің адамы кәдегелек жоқ. Осы бала шағаға бәрімізге қараған осы қасымдағы жолдасым, осының арқасы, осындай семьяға жетіп, осындай адам болып, осындай өрлі болып, шөрлі болып. Бәрі зат әйелге байланысты ғой, әйел қандай болса, семья қандай болса, әуелде балады өсіру, өндіру, қыздарды сондай болып өседі ғой. Сеніп тастап кете бересіз, Сеніп тастап кете береміз, біз даладан адам болғасын, анда-санда келіп көреміз, балдар әйтеу өсіп атқан, өніп атқан, осы ауылда да жұмыс жасап. Ұзақ 40 жылдан астам уақытыңызды осы салаға арнадыңыз, басқа салада қызметте атқарған жоқсыз ғой. Апамыз да теміржолда болды, е? Апа, өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз, жаңа енді айтып жатыр ғой. Әйел адам үйдің қазығы дейді ғой. Қашанда енді ер адам түздің адам болғаннан кейін отбасы, ошаққасы, бала тәрбиесі барлық әйел адамға байланысты болады ғой. Алтын алқа егерсіз оның үстіне, е? Енді ер адам далада тамақ ішетін етеді дегендей әркімге жалтақ болып жүрмесін деп біздер еріп жүрдік.
сосын жұмыстан одан шығып кеттім. Басқа уақыт yok. Пресс-министрде жұмыс істедім бұрын. Өзенге қайтып көшіп келдім. 89-да қайта бардық. Адамның бақыты бала, шаңырағың берік болып тұру керек. Ер адам деген дүздің адамы ғой. Ол табыс табады. Біздер соны ұқсата білу керек. Сонда мына балдарымызды көрген сайын біз бақыттымыз. Бақыттың ең жақсысы осы бала шағалы болған. Мына келіндерім бар, шүкір әйтеуір Құдайдың бергені.